أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Осы соңғы күндері мен бірнеше Еуропа елдеріне іс-сапарлап шыққан едім. Голландия мен Франция сияқты елдерде жыл сайынғы құрылтай өтті. Сонымен қатар мешіттер де ашылды. Сондай-ақ мұсылман емес адамдармен де көптеген кездесулер болды. Францияда болған ондай іс-шараның бірі ЮНЕСКО ғимаратында өтті. Ол жерде біздің іс-шарамыздың өтуіне рұқсат берілгендіктен біз оларды іс-шарамызға арнайы шақырдық. Бұл іс-шарада мен ислам ілімі мен ғылым мен білімнің даму жолындағы мұсылмандардың рөлі жайында айтып өттім. ЮНЕСКО бұл Біріккен ұлттар ұйымының бір бөлігі болып табылады. Ол ғылым мен білімді және мәдениет сияқты салаларды дамыту үшін құрылған. Оның қызмет саласында бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы, кедейлікті жою, тарихи мұраларды сақтау және тағы басқа қызметтер кіреді. Мен олардың салалары бойынша ислам ілімін, бұрынғы өткен мұсылмандардың еңбегін, осыған байланысты Ахмадия мұсылман жамағатының рөлін айтып бердім. Сондай-ақ Германияның астанасы Берлинде маған саясаткерлер мен зиялы қауым алдында ислам ілімі туралы айту мәртебесі бұйырды. Еуропа халықтарының, әсіресе неміс халқында ислам еуропалық мәдениет пен өркениетке қарсы, сондықтан ислам бұл жерде дамымау керек деген түсінік қалыптасқан. Олар ислам Еуропаға қауіп төндіріп тұр деп түсінеді. Осыған байланысты мен оларға исламның шынайы ілімін жеткіздім. Ол жерде көзі ашық адамдар, саясаткерлер мен қатар дипломаттар да болды. Олар менің айтқан сөздеріме оң қабақ танытты. Бұдан басқа Аллах Тағала оларға менің ислам мен оның ілімі туралы айтуымды нәсіп етті. Аллахқа сансыз мақтаулар болсын. Барлық жерде Аллах Тағаланың мейірімін көрдік. Қазір мен сіздердің назарларыңызға сол іс-шараларға қатысқан кейбір адамдардың пікірлерін айтайын деп тұрмын. Сол адамдар арқылы менің олардың ислам туралы қорқыныштарын жойып, шынайы исламды жеткізуде қандай да мүмкіндікке ие болғаны туралы біле аламыз. Голландиядағы құрылтайдың екінші күні голландиялық қонақтармен болған іс-шара өтті. Бұл іс-шарада мұсылман емес
125 адам қатысты. Мунспит қаласындағы қала кеңесінің өкілі өз алған әсерін былай жеткізді. Бұрындары осы жерге келуге еш зауқым болмайтын. Яғни ол Ахмадия мұсылман жамағатымен ешқандай байланыста болғысы келмеген. Алайда уақыт өте ол жамағат мүшелерімен байланыс орната бастапты. Енді мен ол жерге келген кезде ол өзі мені күтіп алды. Ары қарай ол: мен бұрын жамағат имамының сөзін тыңдаған едім. Кейін тағы да тыңдағым келді. Оның сөздері менің керемет әсерде қалдырды. Оның сөздерінен кейін арамызда туысқандық байланыс орнағандай болды. Ахмадия мұсылман жамағаты қоғамның бір көрініп тұрған бөлшегі. Жыл сайынғы құрылтай жұмысына қатысуыма байланысты байланысымызды одан ары күшейте түсті дейді. Роттердам қаласынан Хейман Метр есімді бір қонақ былай дейді: мен Ахмадия мұсылман жамағатының жыл сайынғы құрылтайына қатыспас бұрын қатты мазаландым. Ол жерде көп мұсылман болғандықтан олардан бәрін күтуге болады. Алайда бұл құрылтайға келген кезде қатты таң қалдым. Өйткені бұл жерде тек бейбітшілік пен бүкіл әлемнің тыныштығы туралы ғана айтылып жатты. Маған жамағат имамының сөздері қатты ұнады. Әдетте поптар бейбітшілік туралы жалпылама айтады. Ал бірақ сіздердің халифтарыңыз бұл туралы ашық түрде әлемдік ірі мемлекеттерге қарата айтты. Ол бұл сөздерін аса ерлікпен айтқаны көрініп тұр. Голландиядағы жыл сайынғы құрылтайға бір голландиялық ерлі зайыптылар қатысты. Оның зайыбы былай деп жазады: жыл сайынғы құрылтайдың берген әсері таңғажайып болды. Барлық адамдар көркеммінезділіктің биік дәрежесінде болып көрінді. Бұл жерден құдды бір жәннат бақтарын аралағандай болдым. Олар менің сөздерім оларға қатты әсер еткенін мойындады. Бізді өте жақсы жасалған синхронды аударма таң қалдырды дейді. Бұл нәрселердің барлығы аудармашыға әрі олардың қалай аударатынына байланысты. Сондықтан дұрыс әрі сауатты түрде аударуға тырысу керек. Бұл бағытта MTA бөлімшелері бар күштерін салып жатыр. Сол сияқты басқа мемлекеттерде өтетін іс-шаралар кезінде осы нәрселерді ескеруі керек. Осы құрылтай жұмысына қатысқан Бенни Харкинд есімді қонақ былай деп жазады: мен білімді отбасында дүниеге келгенмін. 4 жыл бұрын бір мекемеде голланд тілін оқыттым. Ол жерде мен голланд тілін үйреніп жүрген пакистандық отбасымен кездестім. Арамызда достық байланыс пайда болды. Мен оларды әрбір істерінде көмек беріп сендіруге тырыстым. Олардың балалары да апта сайын менімен кездесіп, уақыттарын өткізіп жүрді. Олардың балалары арқылы мен жамағат туралы біле бастадым. Енді осы жерге келіп өзімді жайлы сезініп отырмын. Сіздердің халифтарыңыз бейбітшілік пен қауіпсіздік және өзара үйлесім туралы айтты. Менің сенім білдіріп ұстайтын дінім христиандық. Алайда сіздердің жамағаттарыңыз тек мұсылмандарға ғана емес, басқа да дін өкілдеріне де жақсы көзқараста екеніне көзім жетті. Маған мұсылмандардың басшысының сөзі қатты әсер етті. Өйткені ислам туралы қате пікірлер қалыптасқан. Жамағат имамы өз сөзінде қазіргі таңда үстемдік құрып тұрған бассыздық пен бүлік туралы айтып өтті. Ол барлығына бейбітшілік қажет екенін айтты. Біз барлығымыз жерде тұрғандықтан бұл бейбітшілікті орнату барлығымыз үшін керек, әрі барлығымыз ат салысайық. Голландияның Альмира қаласында жаңадан мешіт салынды. Бұл Голландиядағы екінші мешіт. Осыған байланысты оның ашылу салтанаты өтті. Мешіттің ашылу салтанатында католиктік шіркеудің басшысы
Хай Ове Тазальда қатысты. Ол сіздердің жамағаттарыңыздың жолдауы бейбітшілікті насихаттайтыны көрініп тұр. Өз сөзінде халифтарыңыз бейбітшілік пен дін бостандығы туралы айтты. Альмира қаласында католиктік өкілдер мен протестанттық өкілдер өзара достық пен бейбіт қатынасты. Мен мұсылман ахмадилер де бізбен осындай бейбіт байланыста болады деген үміттемін деп жазды. Ол өз шіркеуіне байланысты болған жайды айтып отыр. Әйтсе де оның мұсылман ахмадилер барлығымен достық бейбіт қатынаста, мұсылман ахмадилер бейбітшілікті сүйетін адамдар екенін айтпақ еді. Араб елінен келген Закария есімді қонақ былай деп жазады. Бұл ауқымды іс-шара өте жоғары деңгейде өтті. Мен халифтарыңыздың сөзін тыңдадым. Егер біз барлығымыз бейбітшілікті орнатқымыз келсе, біз халифтің берген насихаты бойынша амал етуіміз керек. Менің ұлтым араб. Менің айтқым келгені, бұл іс-шараның бас жағында қасиетті Құран кәрімнен аяттар оқылды. Бұл мен үшін таңданыс тудырды және маған қатты ұнады. Дина есімді ханым былай деп жазады. Бұл іс-шара өте жақсы ұйымдастырылған. Маған халифтің сөздері қатты әсер етті, әрі ұнады. Әйелдер жақ бөлікті де жақсы мән беріп ұйымдастырған. Менің бұл жерге алғаш келуім. Енді мешітке келіп, ахмадиялық әйелдермен кездесіп тұрамын. Мен олармен байланысымды тереңдете түссем деген ниеттемін дейді. Бұл іс-шараға тағы бір жергілікті тұрғын қатысты. Ол, мен мұсылмандар ұйымдастырылған іс-шараға алғаш рет қатысып тұрмын. Осы жерге келмес бұрын менің көршім мұсылмандардан абай бол. Өйткені мұсылмандардан барлығын күтуге болады деп қорқытқан еді. Алайда мен бұл жерге келген кезде барлық нәрсе ұнады. Жамағат мүшелері бізге басынан бастап аяғына дейін қызмет жасап, қамқорлық танытты деп жазады. Жергілікті бір келіншек. Бір өкініштісі, исламның осындай келбетін әлемге көрсетпей отыр. Сіздердің жамағаттарыңыз және жамағат мүшелеріңіз өте еңбекқор әрі қонақжай. Бүгін мен бұл мешітке алғаш рет келдім. Енді бұл жерге қайта-қайта келемін деп шештім. Өйткені тек сол жерде ғана жаным жай тапты деп жазады. Осы сияқты әсер алған адамдар көп. Бірақ мен олардың бірнешеуін ғана сіздердің назарларыңызға ұсындым. Ары қарай мен іс-сапармен Франциядағы Ахмадия мұсылман жамағатының жыл сайынғы құрылтайына барып қатыстым. Ол жерде де мұсылман емес және Ахмади емес қонақтар қатысқан іс-шара өтті. Бұл іс-шараға 75 адам болып қатысты. Бір мамандығы антрополог әйел былай деп жазады. Заман халифы Францияда болған көптеген жарылыстарды айта отырып, оларды ашық түрде айыптады. Ол бұл жарылыстардың исламға еш қатысы жоқ деді. Исламның шынайы бейнесінен әрі халифтарыңыздың сөздерінен мұсылмандардың Европа қоғамына оңай қалыптаса алатыны айдан анық болды. Мұсылмандарға Европада орын жоқ. Олар мұсылман еместермен тіл табыса алмайды деп айтып жүргендер мүлдем қате пікірде. Олар халифтің бүгінгі сөзін естуі керек еді. Ахмади емес, ирандық Мұртаза есімді бір мұсылман бұлай деп жазады. Бүгін мен бірінші рет Ахмадия мұсылман жамағаты мен оның халифінің дәрежесін білдім. Әлемде көптеген адамдар исламға қарсы үгіт насихат жүргізіп жатыр. Халифтарыңыз бүгін оларға керемет жауабын берді. Бүгінгі әлемдік мұсылмандардың жағдайы бейшара күйге түсіп, өз наным сенімдерін де білмейді. Олардың барлығы исламды сіздердің халифтарыңыздан үйрену керек дейді. Ақиқаттың негізі сол. Исламның шынайы ілімін заман имамымен байланыста болғанда, яғни Хазіреті уәделенген Масих және имам Мағдимен алейхиссалам байланыс орнатқан кезде ғана ақиқат есіктері ашылады. Мұсылмандар осы нәрсені түсінбей, оған баят бермейінше шынайы исламның ілімін түсінбей өтеді. Ары қарай Мұртаза мырза сөзін жалғап,
Бүгін мен заман халифі джихадтың шынайы түсінігін ашық қып айтып тарқатып берді. Ол бізге басқа адамдардың сол сөзді қате түсініп жүргенін түсіндірді. Халиф исламның алғашқы кезеңі мен ардақты болған Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам өмірінен мысалдар келтірді. Ол исламның шын мәнінде бейбітшілік діні екенін дәлелдеп берді. Мен өмірімде дәл осындай даналыққа толы түсінікті алғаш рет естіп тұрмын дейді. Мароккалық бір Ахмади емес Суфиян есімді мұсылман бұлай деп жазады. Бұл сөздерді естігеннен кейін қазіргі таңда сіздер ғана шынайы мұсылман деп түсіндім. Сіздерді мұсылман емес дейтіндерге айтарым, олар қатты қателеседі, әрі олардікі дұрыс емес. Біздің бала күнімізден сіздерге қатысты дүмше молдалардың айтып үйреткенінің барлығы жалған. Францияда ислам мен мұсылманнан қорқады. Біз олардың исламға байланысты қорқыныштары мен уайымдарын қалай сейілтуді және өзімізді қалай қорғауымызды білмедік. Бүгін халифтарыңыз исламды көркем түрде қорғап шықты дейді. Мен жоғарыда айтып өткендей, исламның шынайы іліміне тек қана Хазіреті уәделенген Масихқа алейхиссалам баят беру арқылы қол жеткізуге болады. Бір Яков есімді христиан қонақ бұлай деп жазады. Қазіргі таңда әлем осындай іс-шараларға мұқтаж. Халифтарыңыз халықтар мен діндер арасындағы арақашықтықты жоюда. Ол бізге экстремистер мен лаңкестердің өз саясаттарының мақсатын жүзеге асыру үшін ғана жүргенін түсіндіріп берді. Ал дінге келетін болсақ, бұл бір жақсы нәрсе. Одан еш қорықпау керек. Халиф қайта-қайта дін бостандығы туралы айтып жатыр. Француздар үшін бұл жаңа нәрсе. Француздардың ислам туралы түсінігі өте төмен дейді. Баспасөздің талдау орталығында қызмет атқаратын Мексин есімді қонақ бұлай деп жазады. Бүгінгі күн менің өмірімде ең жақсы күндердің бірі. Өйткені өз құлағыммен халифтарыңыздың сөзін естідім. Ол бүгінгі таңда біз зұлымдық басқан қара түнек дәуірде өмір сүріп жатырмыз деп өте орынды айтты. Сондай халифтарыңыз осының барлығын діннің кесірінен болып жатқан жоқ деп, керісінше бізді исламнан қорықпауға шақырды. Халифтарыңыз бұл күндері дін экстремистердің қолына өткен және олар діни саяси мақсатта қолданады деді. Бұл абсолютті шындық, және мен осымен толық келісемін. Исламның нұрлы іліміне сүйеніп, ол біздің болашағымызға қандай дүние қалдыра алатынымыз туралы түсіндіріп берді. Оның бұл сөздері баспасөз беттерінде жарияланып, біздің арамызда таралуы керек. Бұл баспасөз орталық қызметкерінің берген бағасы мен қалдырған пікірі болатын. Жоғарыда айтып өткендей, 8 қазанда ЮНЕСКО-да іс-шара өтті. Бұл іс-шараға 91 адам қатысты. Олардың арасында Малидағы ЮНЕСКО өкілдері, Францияның сыртқы істер министрлігі мен ішкі істер министрлігі сияқты мемлекеттік органдармен қатар Францияның дін және істері жөніндегі министрлер кеңесі, НАТО мемориалының президенті, парламент мүшелері, консулдар, әкімдер, уәкілдер және басқа да мемлекеттің мекемелердің директорлары болды. Малидағы ЮНЕСКО өкілі Умар Кейда мырза бұлай дейді. Жамағаттарыңыздың имамы әлемге бейбітшілік таратуда. Мен сіздерді оның айтқан жолдауымен құттықтаймын. ЮНЕСКО бұл тыныштық пен бейбітшілік туралы айтуға болатын керемет алаң. Оның бүгінгі сөзінен біз біраз нәрсені білдік.
Қазіргі таңда бұл насихатқа бүкіл мұсылман үмметі зәру десем қателеспеймін дейді. ऐसी आइडियल जगह है जहां अमन की बात हो Оның өзі Мали жерінен, бірақ мұсылман емес. Алайда мұсылмандар осындай насихатқа зәру деп отыр. कि किस तरह हमें इस तकरीर से खिताब से बहुत सारी बातें पता Кейін ол сөзін жалғап, қазіргі таңда бүкіл әлем осы жамағаттың имамы назарымызға салғандай абсолютті әділдік пен өзара үйлесімге қатты зәру болып тұр деді. मुसलमान को भी जरूरत है आलमी इंसाफ НАТО мемориалының президенті Брен Тен мырза былай деп жазады. किया है Мен бұл іс-шараға қатысқаныма өте қуаныштымын. Тарих көзімен қарасақ, бұл іс-шара өте маңызды әрі қажетті болып табылады. Халифтің ерен еңбегінің арқасында тыныштық орнап, толеранттылық пен бауырмалдық қалыптасуда. कहते हैं Менің тілерім Ахмадия мұсылман жамағаты имамының жолдауын कुवत कायम हो सके көп адам тыңдаса екен. ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा Ол шынайы исламды әрі бейбітшілік пен толеранттылыққа үйрететін исламды айтып жатыр. कहते हैं कि इनका Бұл жолдау экстремистердің істерінен мүлдем бөлек әрі оған қарама-қайшы. जो पुरअमन और Жамағат имамы бұл жолдаудың әлемге таралу үшін өте үлкен күш жұмсап жатыр. बिल्कुल मुख्तलिफ है Бейбітшілікті тарату бұл өте маңызды шаруа, және біз де осы жолда өз көмек қолымызды созамыз. Әрқайсымыз қолдан келгенше бейбітшілік орнатуға тиіспіз. Және бұл और हम भी इनकी मदद құр сөз жүзінде емес, әрбір жүрген жерімізде ісімізден көрінуі керек дейді. और फिर कहते Францияда Малидің католиктік шіркеуінің бір қауымдастығы бар. हैं ये काम हर सतह पर करना Бұл іс-шараға сол қауымдастықтың басшысы Диалу мырза қатысты. पेश करना चाहिए Ол: менің Ахмадия мұсылман жамағатын білгеніме көп уақыт болды. कैथोलिक अफराद के Бүгінгі естіген жолдаудың барлық діндерде тарату керек. प्रोग्राम में शामिल थे Маған бүгінгі жолдау өте қатты ұнады. के बारे में जानता Ол жолдауды естіген кезде жүрегіме жеткені соншалық, тіпті католик бола тұра ислам дамыса екен деп Құдайдан сұрағым келді. कि इतना प्यारा पैगाम है Егер әлемде Ахмадия мұсылман жамағатының имамы айтқандай ислам орнаса, онда бұл әлемнен барлық мәселелер жойылатын еді. Әлемде бейбітшілік тек өзара түсіністік пен сыйластық болған кезде ғана орнайды. कायम हो Бұл әлем екі жақты сыйластыққа мұқтаж. तो दुनिया के सब मसाइल Әркім өз дінін насихаттайды. Алайда біздің ортақ сеніміміз бір, बाहमी Құдайды बड़ी जरूरत है бар деп тану дейді. अपने अपने दीन पर Барнет мырза былай деп жазады. कीदा है Бүгін біздің алдымызда телеарналар көрсетпейтін исламның басқаша ілімі таныстырылды. Міне бұл нағыз исламның ілімі. पर इस्लाम Бүгін мен Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам туралы және Мәдина қаласында қандай қоғамның пайда болғаны жайында мәлімет білдім. इस्लाम है Бүгін алғаш рет исламның білім саласындағы орасан зор орнын және төрткүл дүниеге білімді қалай таратқанын білдім дейді. आला मुआशरा कायम किया Франциядағы адам құқықтары комиссиясының бір мүшесі ЮНЕСКО-дағы іс-шараның жұмысына қатысты. Ол: दिया है бұл өте тамаша әрі жақсы айтылған сөздер болды. फ्रांस की एक Халиф өз баяндамасында білімнің қажеттілігі мен оның даму жолдары туралы ашық түрде есімізге салды. बहुत गहरी थी Ол ислам дінінің білімінің дамуына қосқан үлесін тарихи мысалдармен көрсетіп өтті. वाले इकदामात का जिक्र किया Бір сөзбен айтар болсақ, бұл бір қызықты әрі құнды ақпарат болды деп жазады. Сондай-ақ бұл іс-шараға қалалық кеңестің де бір мүшесі қатысты. Ол қалалық кеңестің ұлтаралық сұрақтар бөлімшесінің жетекшісі болып табылады. ये कहते Ол: कि वे काउंसिल में бүгін сіздің баяндамаңыздан білім алу кезінде әйелдің де тең құқыққа ие деген тақырыпты қозғағаныңызды білемін. कहते हैं Кейін сіз әртүрлі діндердің өзара үйлесімі мен сыйластығы туралы айттыңыз. इसमें खास Бұл өте маңызды нәрселер. Кейін сіз Африка елдерінің алыс жатқан аудандарында жүзеге асып жатқан денсаулық сақтау мен білім саласына қатысты жобаларыңызды айттыңыз. इलाके में तालीम Жалпы алғанда Франция ислам туралы тек қорқынышты жайттарды ғана айтады. कहते हैं कि Біздің қоғамда исламофобия кең етек жайған.
इस्लाम की बात होती है, Дәл сондай кезде біз ислам туралы жағымды ақпарат естідік. मुआशरे में एक इस्लाम Мен осындай ақпарат естігеніме қуаныштымын. Өз басымда сіздер туралы көбірек білсем, естісем, әрі қарай жамағатыңыздың жүйесі қалай құрылғанын көрсем деген ниет бар болатын. आपकी जमात क्या है, Бүгін осы тілегім орындалды деп жазады. हासिल करूं। चुनांचे आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी। Тағы бір Александр есімді қонақ एक और मेहमान है, халифтің бүгінгі жолдауының мазмұнында бейбітшілікке деген жолдау жатыр. हम दिया Оның айтқан сөздері ақиқат. सच्चाई पर मुश्तमिल Ол өте күрделі сұрақтарға қанық жауап берді. लगता है। Мен Ахмадия мұсылман жамағаты गुलामी के मजमून құлдық тақырыбын ашық қып айтты деп санаймын. है। Бұл жердегі мұсылмандардан саны жағынан аз жамағат болса да, осы керемет жолдау Ахмади мұсылмандары арқылы жолданды деп жазады. बड़ा अच्छी तकरीर थी। Бір журналист келіншек менің сөздерімнен кейін किस हद तक इस्लाम ने бұл өте керемет әрі таңғажайып сөздер болды. Әсіресе мені ислам мен мұсылмандардың ғылым мен білімнің дамуына қосқан орасан зор рөлі таң қалдырды. तकरीर में Сіз өз баяндамаңызда тарихтан, қасиетті Құран кәрімнен, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бейбіт сүйгіш қоғам қалыптастырғанын мысал келтіріп айттыңыз. Бір сөзбен айтар болсақ, мен бүгін көп нәрсені түсіндім деп жазады. चैरिटी Тағы бір қайырымдылық қорының өкілі कहते हैं कि बड़ा Безуилес есімді қонақ. पैगाम था, एक तारीखी पैगाम Бұл бір өте маңызды іс-шара болды. को सुनना चाहिए। Ол жерде тарих бетіндегі ұлы жолдау туралы айтылды. मुझे अमन की असल हकीकत Бұл жолдауды бүкіл әлем тыңдауы керек. Халифтің сөздері менің білімімді көбейтті. Мен бүкіл әлемге деген шынайылық пен бейбітшіліктің маңызын түсіндім деп жазады. शहर है जर्मनी के बॉर्डर पे। Сонымен қатар Страсбург қаласында мешіттің ашылу салтанаты өтті. इन मेहमानों में Бұл Германияның шекарасына жақын жерде मेंबर थी 5 लाख орналасқан қала. Мешіттің ашылу салтанатына 191 адам қонақ болып келді. के सदरान Олардың арасында парламент мүшелері, әртүрлі қалалар мен елді мекендерден 5 әкім, әртүрлі діндердің өкілдері, әртүрлі қауымдастықтың жетекшілері және қоғамдағы түрлі саладағы адамдар қатысты. इस्लाम के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात Сондай-ақ бұл іс-шараға жақын елді мекеннің адамдары да қатысты. बिल्कुल उनका तासुर मुख्तलिफ Олар бұл іс-шараға әдейілеп шақырылды. Өйткені олардың бойында исламға деген қорқыныш пен жеккөрініш бар еді. कि मैं बहुत खुश हूँ। Осы іс-шараға қатысқаннан кейін олардың көзқарасы түбегейлі өзгерді. Бұл іс-шараға Франция парламентінің мүшесі Мартин ханым қатысты. कहती हैं कि अहमदी बहुत Ол, बहाल हैं, ये कुछ करके दिखाने мен сіздің жолдауыңызға қатты ризамын. से उनका मोटो Бұл бейбітшілік пен бауырмалдықтың жолдауы болды. कहते हैं Бұл жолдау бүкіл әлемге қаратыла айтылған. आप लोगों से बैठ Ахмадия мұсылман жамағаты мен оның мүшелері өте белсенді. Олардың мақсат мүдделері айқын, әрі олардың ұрандары істерінен де көрініс табады деп жазады. बेहतर तौर पर जान सकूंगी। Кейін ол, और ये мен сіздің жамағатыңызбен кісі аяғы басылып, аз адам қалған кезде диалогты жалғастырып, құндылықтарыңыз туралы тереңірек білгім келеді. बर्दाश्त की बात Өйткені бұл нәрсе Франция қоғамын жақсарту үшін қажет. बहुत अहम है। Халифтарыңыз бейбітшілік пен толеранттылық туралы айтып өтті. कैसे जानते हैं Бұл Франция тұрғындары үшін аса маңызды жолдау. को जानने की Француздар осында исламды білуі тиіс. Өйткені бұл телеарналардан көрсететін исламнан мүлдем бөлек. Біздің барлығымыз осындай хақ исламды тануымыз керек дейді. Бериян ауданы жетекшісінің кеңесінің орынбасары है वहाँ की біздің ауданда тибеттік буддалықтардың өкілдері бар. कि हमारे इलाके में Мен христиандық, яһудилік, буддалық діндердің өкілдері және қызметімен таныспын. Алайда сіздің бүгінгі баяндамаңыз маған қатты әсер етті. हुकूमत Бұл бір уақытта сіздің ойыңыз әрі сөзіңіз болды. आज मैंने तकरीर सुनी है Сіздің жолдауыңыз барша жанға махаббат, ешбір жанға қиянат деген сөздермен қуатталды. Сіз өте көркем түрде исламның шынайы бейнесін ашып көрсеттіңіз. के लिए नफरत किसी से नहीं। Сіз көрсеткен ислам қазіргі таңда көрсетіп жатқаннан мүлдем бөлек. इस्लाम को समझा जा
сіздердің істеріңіз бен сөздеріңіз бір-біріне сәйкес келіп тұр. तस्वीर पेश की है। Сіздердің есіктеріңіз барлығына ашық екеніне бүгін іс-шараны көріп көзім жетті. Міне бұл бейбітшілікке апарар жол деп жазады. Страсбургтағы мешіттің ашылу салтанатына Кьюба мырза мен оның жұбайы қатысты. Олар: біз шақырту алғаннан кейін ғаламтордан сіздер туралы ақпараттарды іздей бастадық. Ахмадия мұсылман жамағатының бейбітшілікті ту етіп, соған аянбай еңбек етіп жатқанын білген кезде шақыртуды шын жүректен қабыл алдық. Бізге өте қатты ұнады. Әсіресе бұл жерде әлемдегі барлық діндердің келісім мен бейбітшілікте болуы туралы жолдау бізді қатты қуандырды. Баяндамаңызда сондай-ақ адам құқықтарын, әсіресе көршінің хақысын сақтау туралы айтып өттіңіз. Кей кезде адамдар сіздердің жиналыстарыңызға келместен бұрын сіздер туралы мәліметтерді ғаламтордан алады да шынайы ислам іліміне көз жеткізеді деп жазады. Тағы бір келген қонақ: мен алған әсерімді сөзбен жеткізе алмаймын. Мен исламның бұл ағымы туралы мүлдем білмейді екенмін. Бір адамдар мені бұл іс-шараға көшеде жүрген жерінде шақырды. Мен ғаламтордан бұл жамағат туралы ақпаратты білгеннен кейін келуге бел байладым. Әрі менің таңдауым дұрыс болған екен. Мен бүгінгі естігеніме мақтау айтпасам жарамас. Исламның бұл тармағы бейбітшілікті жақсы көреді. Бұл исламның адам мен махаббатты қамтыған сондай бір көрінісі. Енді менің сіздерге көрсетіп жүрген исламның шынайы ислам емес екеніне көзім толық жетті. Енді өнегелі христиан ілімімен сәйкес екеніне менің көзім толық жетті деп жазады. Олар бұл жайтты амалсыздан айтып тұр. Бірақ өздерінің жеке жиналыстарында олар ислам ілімін христиандық ілімнен жоғары қояды. Ары қарай ол: халифтің сөздерінің арқасында бұл тегін жамағат емес деген сенімге келдім деп жазады. Тағы бір қалалық кеңестің жетекшісі Джастин есімді қонақ: ең басында бұл жерде мешіт салынады дегенді естіген кезде менде көптеген қорқыныштар болды. Алайда мен сіздердің барша жанға махаббат, ешбір жанға қиянат деген ұрандарыңызды білген кезде бұл ұранды қабылдайтын әлемде біреу табылар ма екен? Кім бұл бейбітшіл ұранды қабылдай алмайды деген ойда болдым. Ахмадия мұсылман жамағаты әлемдік лаңкестік пен экстремизмге қарсы қайралған қылыш бола алады. Ол осы бағытта үлкен рөл атқарады деп жазады. Францияда әлі де біздің жамағат туралы білмейтіндер көп. Алайда Ахмадия мұсылман жамағатының лаңкестік пен экстремизмге қарсы бағытталған күресін назарға алып, осы жолдауды таратсаңыздар болады. Сіздерге бұл бағытта әлі де көп жұмыс жасау керек. Франция қалаларының бірінің әкімі Лукензе мырза: мен алғаш рет мешітке кіріп көрдім. Егер мешітке кіру деген менің бүгінгі көргенімдей болса, мен күн сайын баруға дайынмын. Маған мешітке барудың ұнағаны соншалықты, бұл жерден сөзбен айтып жеткізе алмайтын тыныштық таптым деп жазады. Осыдан кейін мен Германияға аттандым. 14 қазан 2019 жылы Висбаден қаласында мешіттің ашылу салтанаты өтті. Қонақтарды күту қаланың ең танымал қонақ үйінде болды. Өйткені қонақ санының көптігіне байланысты олардың барлығы мешітке сыймайтын еді. Бұл іс-шараға 370 қонақ қатысты. Олардың арасында лордтар, әкімдер, парламент мүшелері, әртүрлі министрліктің өкілдері, мемлекеттік мекемелердің директорлары, жоғарғы полиция шенділері, христиандық діни қызметкерлер, профессорлар, докторлар, адвокаттар, заңгерлер және де басқа маман иелері болды. Бір католиктік шіркеудің қызметшісі пастор:
өз сөзіңізде сіз бізге өзіңіздің барлық ұстанымыңыз бен көзқарасыңызды айттыңыз, және мен сізбен толық келісемін. Басқаны жақсы көру әрі Құдай алдындағы міндетті толық орындау біздің ілімде де қамтылған. Осы күнге дейін исламның Құдайы туралы терең әрі кең түсінікті ешбір жерден естіген емеспін. Исламдағы Құдай жалғыз. Ол әлемдердің, діндер мен адамзат қоғамының жаратушысы. Ол өзінің қамқорлығы мен мейірімін танытар кезде жер бетіндегілердің дініне, ұлтына қарамайды. Әлемдік көшбасшылардың барлығы осындай сөздермен әлемге жолдау жасасын. Бұл бір тамаша болар еді. Мен Ахмадия мұсылман жамағатымен байланысты жалғастырғым келеді, және міндетті түрде мешітке барамын деп жазады. Бұл шіркеу қызметкері исламның Құдайы бөлек, христиандық Құдайы бір бөлек деген түсінікті өзі жасап алып жүр. Алайда оларға ашық қып түсіндірген кезде олар өз қателіктерін мойындауға мәжбүр болады. Бұл іс-шараға Майнц қаласындағы шіркеу қызметкері де қатысты. Ол: сіз ислам іліміне сайғып көршінің хақысы туралы жете түсіндірдіңіз. Бұл мен үшін тың әрі қызықты ақпарат болды. Мен діни басшының аузынан көршінің хақысы туралы ілімді алғаш рет естіп тұрмын деп жазады. Сондай-ақ бұл іс-шараға заңгерлік фирманың адвокаты да қатысты. Ол: менің кеңсемнің барлық мүшелері әрқашанда Ахмадия мұсылман жамағатының ой-өрісінің кеңдігіне таң қалатын. Бүгін сіз көршінің хақысын сақтау туралы айттыңыз. Көрші деген сөзге аса мән бере отырып, сіз көршінің хақысын кеңейткеніңіз соншалықты бүкіл қала сол көршінің қатарына кіретіні біздің таңданысымызды оятты. Жамағаттың мейірімі мен қамқорлығы одан ары кеңейіп кеткен екен деп жазады. Тағы бір қонақ Сусейн есімді ханым, мамандығы бойынша мұғалім, былай дейді: сіздің сөздеріңізде маған қатты ұнаған жері, адамзаттың бір ғана жаратушысы бар, әрі барлығымызды сол бір хақ тағалаға сенуіміз керек деген сөзіңіз. Біз осы нәрсені жадымызда ұстауымыз керек. Тағы бір қонақ Дай Гроун саяси партиясының өкілі Вуни ханым. Ол Виспаден қаласындағы парламенттің бірлестік бөлімінде жұмыс істейді. Ол: бұл сөздер маған шабыт бергендей болды. Айтылған сөздердің біреуі мен үшін аса маңызды болғаны соншалықты, бұл сөзді ешқашан ұмытпаймын. Бұл әрбір мұсылман Ахмади қоғамның пайдалы бір бөлшегі болу керек деген сөзіңіз еді. Бұл нәрселерді тек қана мұсылман Ахмадилер ғана емес, бүкіл қоғам жасау керек. Егер мұсылман Ахмадилер сияқты басқа да мұсылмандар ашық әрі ой-өрістері кең болғанда, біздерге қоғамда өмір сүру анағұрлым жеңіл болар еді деп жазады. Бұл жерде айта кететін бір жайт: күдіксіз барлығымыз біргеміз. Бірақ жамағатта өз іліміне қарсы амал жасайтын адамдар бар. Сондықтан сіздер ол ілімді тек сай болған кезде ғана айта аласыздар. Тек қана көркем мінезділіктің шуағына малынған кезде ғана өз ілімдеріңізбен бөлісіп айтып отыра аласыздар. Яғни бұл жерде ислам ілімінің жоғарғы көркем мінезділіктің сақталуы керек. Тағы бір қонақ орта мектептің мұғалімі. Ол: бұл жерде алғаш рет жамағатпен таныстым. Барлығы дерлік өте жоғары деңгейде ұйымдасқан. Маған халифтің бір-біріне деген үйлесімділік пен сыйластық сақталу керек деген сөзі өте қатты ұнады. Барша адамзатпен әртүрлі діндер өкілдеріне махаббатпен қарау керек. Бүгіндері адамдар ол нәрсеге қатты мән бермейді. Басқа діндер бұл туралы мүлдем ұмытқан. Алайда сіздер бұл нәрсеге қатты мән беріп жатырсыздар.
Мен сіздердің мешіттеріңізге міндетті түрде барамын. Мен өзімді толғандырып жүрген сұрақтардың барлығына жауап аламын деп ойлаймын деп жазады. जिसका इजहार आज इमाम जमात Жергілікті аурухананың дәрігері, तो मुआशरे में егер इंसानियत де का एहतराम कायम हो सकता басқа діни қоғамдар Ахмадия мұсылман жамағаты имамының айтқан сөзіндей ілімге үйреткен болса, қоғамда адами құндылықтар құрметке ие болар еді. सवालों से आंखें चुराता है। Шіркеуде осы अहमदिया ने हर मुमकिन көзқарасты тарату керек. और एतराज को Шіркеу көптеген сұрақтарға көз жұма қарайды деп жазады. खौफ होकर इस्लाम के नुक्ता नजर की वजाहत Ол өзі христиан бола тұра, खुशी की बात шіркеудің көп сұрақтарға көз жұма қарайтыны туралы ашық айтты. इंसानी मुआशरे को Ары қарай ол, और मोहब्बत की алайда Ахмадия мұсылман жамағатының имамы әрбір сұрақ пен қарсылықтарға әртүрлі әдіс айламен жауап берді. तरफ साहिबा Ол еш қорқынышсыз исламның шынайы көзқарасын түсіндіріп берді. Менің бір қуанғаным оның әрбір түсіндірмесінде адамзат қоғамы татулық пен махаббатта болу керек деген сөз еді дейді. और ये ऐसा वसी तरह Хайк Брадер есімді ханым, खुदा का जो है जो сіз бүкіл әлемнің жаратушысы біреу, ол сондай-ақ әлемдердің де жаратушысы деп айттыңыз. खुदा एक और Бұл мен үшін аса бір ауқымды да қызықты мағлұмат болды. Мен үшін ол жалғыз болса да барлық діндердің адамдар мен халықтардың жаратушысы болғаны таң қалдырды. तौहीद को Ол барлығын бір-бірінен бөліп жармай басқарады. लिए Әрбір ақылы бар адам үшін осы таухидты таңдаудан басқа жол көріп тұрған жоқпын. की जिम्मेदारी बनती है Бір ғана серігі болмаған әлемдердің раббысы болған жаратушыға पहुंचाएं। сенуіміз керек деп жазды. खातून बावर साहिबा कहती हैं Мұсылман Ахмадилердің ендігі міндетіне осы таухидтың әрбір адамға жеткізуі керек. हो सकी बहुत बाज तहफुजात और गलतफहमियां जो मेरे जहन में थी Бавер есімді бір келіншек бұлай деп жазады. वाज़ेह मौक़िफ़ और इस्लामी Мен үшін осындай берекелі іс-шараға қатысу аса үлкен мәртебе. अब मेरे लिए बहुत Өз басымда ислам іліміне қатысты एक मेहमान қате пікірлер мен қорқыныштар болған. के अमन कायम करने की Алайда Ахмадия мұсылман жамағатының имамы बयान की गई ислам ілімін нақты әрі ашық қып түсіндіргенде, मद्देनजर रखा ол ойым мүлде жоқ болды. इस बात का इल्म तो था Ендігі кезекте мен үшін көп нәрсе айқын болды дейді. इस जमात का बहरहाल नहीं पता था जो इतनी अमन पसंद Висбаден қаласының полициясы қонақ боп келген Мұхтари есімді мырза. Бүгін іс-шара мұсылмандардың исламның шынайы әрі бейбіт бейнесін ашып көрсеткілері келетінін байқатты. मुसलमान अपनी एक और तस्वीर भी Халиф өздерінің іске асып жатқан жобалары туралы, әсіресе Африканың шет аудандары туралы айтқаны маған қатты ұнады деп жазады. काम करवाते हैं ये मुझे बहुत ही अच्छा Сондай-ақ Фульда қаласында फिर Байтул Хамид мешітінің ашылу салтанаты болды. Бұл іс-шараға 330 қонақ қатысты. इस तकरीब में भी 300 Қонақтар арасында лордтар, қала және аудан әкімдері, қалалық кеңестің мүшелері, парламенттің бұрынғы мүшелері, әртүрлі саяси партиялардың өкілдері мен दूसरे इलाकों के मेयर साहिबान भी आए थे дөңгелек стол комитетінің मेंबर өкілдері қатысты. पार्टियों के चेयरमैन भी थे Фульда қаласында исламға байланысты көптеген қауіп-қатер мен қорқыныштар, тіпті кейде қарсылықтар да болып тұрады екен. उसके चेयर Бұл христиандық ескі қала, және ол өз дәстүрін сақтап қалғысы келеді. काफ़ी Немесе тым болмағанда шіркеу өз дәстүрін жалғастырғысы келеді. पुराना ईसाई Ал адамдарға келсек, олар христиан дінінен алшақтауда. वाला शहर है Шіркеу үшін болған қорқыныш пен уайымның кесірінен бұл іс-шараға көптеген дін қызметкерлері мен हटते जा रहे हैं वहाँ саясаткерлер келмей қалды. उनके खौफ की वजह Лорд әкім қабылдауға келемін, алайда мінбеге шығып сөз сөйлемеймін деді. Ол қарапайым адамдардың қатарында отырды. से यही कहा कि मैं तकरीर नहीं करूँगा आके इस्तकबाल कर लूँगा बैठे रहे Қазір сіздердің назарларыңызға кейбір адамдардың айтқан пікірін ұсынбақпын. करेंगे Харл есімді қонақ болған мырза өз сөзінде халиф біз कहते हैं एक барлығымыз жалпы адамзаттық құндылықтардың астында бірігуіміз керек деп айтты. Ол осының арқасында ғаламдық бірлік пен әлемдік тыныштық орнайды деді. इन्होंने Бұл қазіргі таңдағы жай-күйге аса бір қажет жол болып тұр. Және барлығымыз осы жолмен жүруіміз керек. और इसी की Әлем бұл жолға мұқтаж болып тұр. गानगत और ग्लोबल
Бүгін мен अमन की бізге теріс исламды үйреткеннен соң исламды туралы қате түсінікте жүргенімізді білдім. दुनिया के Бүгінгі кеш маған кереметтей жігер мен бейбіт жолдауды сыйлады деп жазады. दुनिया को जरूरत है Жергілікті мектептің мұғалімі कि इससे कबल जो तारफ бұл сөздерді мектеп оқушыларына тыңдатып, кейін олардан не түсінгендігі жайында және бұл кереметтей ілім қай дінге жататынын сұрау керек. Сіздер маған бұл кештің түсірілімі туралы аудио мен видеоны берсеңіздер, мен оны негізгі сәттерін мектебімнің оқушыларына көрсетер едім деп жазады. कहते हैं Қала әкімдерінің бірі былай деп жазады. Ахмадия мұсылман жамағатының имамы біздің назарымызға екі жақтық сақтық пен қатынас туралы анализ ұсынды. Ол бізге қоғамның әртүрлі таптарының ұрыс жанжалын ашып, қоғамда бейбітшіліктің бұзылу себебін де көрсетті. Сөйте тұра ол бірде-бір қоғамның табын, бағытын, тобын сөге жамандаған жоқ. Бірақ ол жалпы адами құндылық пен ардың ақыл-ой үшін ауадай қажет екенін айтып өтті. Дәрігер Коллер ханым жазады. Маған қатты әсер еткені біздер ашық жүректі Маған қатты әсер еткені сіздер ашық жүректі адам екенсіздер. Бұл сіздердің халифтарыңыз айтқан бірден бір ерекшелік. Жалпы адамзаттық құндылықтарды орнату үшін алдымен ақ, адал жүрек және соның ішіндегі барлық қауіпті алып тастау керек. Өз ауруханамда мен де адамдардың рухани жағынан тыныштық табу үшін діндер арасындағы татулық пен үйлесімді орнатуға тырысамын. Ол тыныштық пен бейбітшілікті мен осы іс-шарадан да сезіндім. Мен өзімнің осы іс-шараға қатысқаныма қуаныштымын. Кейін дәл осындай іс-шара Берлинде болды. Мен ол жерде ислам және Европа немесе өркениет пен мәдениеттің салыстырмалы анализі деген тақырыпта сөз қозғадым. Бұл іс-шараға 27 ұлттық ассамблея мүшесі, сыртқы істер министрлігінің 3 өкілі, дін мен саясат саласының басшылары, Берлин университетінің 5 профессоры, университет ректорының орынбасарлары мен қатар шығыстанушы деген атпен танымал профессор Штайнбах, ақш пен Франция елшіліктерінің өкілдері, сондай-ақ мемлекеттік қызметтегілер, әртүрлі діндер өкілдері, әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен қатар Amnesty International өкілдері де қатысты. Парламент мүшесі Александр Мырза жазады. Сіз әлемге айтып жеткізген жолдаудағы бейбітшілік пен қауіпсіздіктің қайнар бұлағы қасиетті Құран кәрімде жатыр. Сіз өз сөзіңізге демеу ретінде қасиетті Құран кәріммен исламның негізін салушыға сүйендіңіз. Бұл бір жаңа тақырып болды, әрі бұл қазіргі таңдағы кезек күттірмес өзекті мәселелерге қажет еді. Десе де халиф өз сөзінің демеуін ертеректегі исламнан алды және ислам мен қасиетті Құран кәрім алғашқы күннен бастап әлемдік діннің қауіпсіздіктің сондай-ақ адами мейірімділіктің негізін қалаған дәлелдеп шықты. Мен оның сөздерін Европа шынайы исламның ілімін танып білетіндей кең форматта таралғанын қалаймын. Сол арқылы қарапайым халықта хабардар болар еді. Федералды министр Нил Эллен мырза жазады. Ахмадия мұсылман жамағатының имамы өз сөзін нақты әрі салыстырмалы анализ қылып жеткізді. Ол бізді ислам және ахмадиятпен сондай-ақ жалпы дінмен таныстырды. Ол бізге діннің қоғамдағы рөлін түсіндірді. Бұл нәрселерді сезінген мен Ахмадия мұсылман жамағатының адам құқығы жағында екенін түсіндім. Ол бір ғана дінге емес, керісінше халықаралық деңгейдегі адами құндылықтарға көмектесіп жатыр. Кристоферсон мырза жазады. Мен мұсылмандар ұйымдастырған іс-шараға бірінші рет қатысып тұрмын. Бұл жер тыныштық сыйлап, жаның жай табады екен. Халифтің сөздері әрі дәлелді, әрі мазмұнды болды. Мен өркениеттер арасындағы ішкі және сыртқы алауыздықты, мәдениет пен қоғамдық дамуды көре алатын біреудің бар екеніне қатты қуандым.
халиф адамзаттың басына кіріп алған дүниежүзілік соғыстың қауіпті екенін де қадап айтты. Парламент мүшесі Кристиан Бишел мырза, Ахмадия мұсылман жамағатының имамы қазіргі әлемнің жай-күйін өте дұрыс сезініп тұр. Оның болжамы да дұрыс. Оның ұсынған шипасында қоғамның ұзақ уақыттық қауіпсіздігі жатыр деп жазады. Парламент мүшесі Зеклен есімді әйел, Ахмадия мұсылман жамағатының имамы нақты түрде өз көзқарасын шартарапқа түсіндіріп, ешқандай күмән қалдырмады. Мен осы әрбір сөзіммен келісемін деп жазды. Профессор Хирбард Хеде жазады. Ахмадия мұсылман жамағаты басқа діни жамағатпен салыстырғанда білім жағынан оқ бойы озып тұр. Жамағат пен оның мүшелері білімге ұмтылса, соқыр сенімнің артынан жүрмейді, керісінше елді басқарады дейді. Парламент мүшесі Эксель мырза, қайтып келген соң мен бұл сөздер тағы да бір тыңдаймын. Өз мүмкіндігіме қарай оны одан ары таратамын деп жазады. Сабин Леден ханым жазады. Мен ешқандай да дінде емеспін. Алайда Ахмадия мұсылман жамағаты имамының діни басшысы ретінде алдын ала адамзаттың тағдырына алаңдап, болашақ ұрпақ үшін әлемдік көшбасшыларды ескерткені менің жүрегіме қатты әсер етті. Профессор Кристоф Вольфмен бұлай дейді. Маған бұл іс-шара қатты ұнады. Халифтің сөзінен мен көп нәрсе ұқтым. Мен халиф сөйлеген сөзінде сүйенген Құран кәрімнің сілтемелерін жазып алдым. Үйге келген соң оларды тағы бір қайтара оқитын боламын. Тағы бір христиандық қонақ. Мен бұрын ешқашанда ешбір жерде исламның осыншалықты бейбітшілік пен қауіпсіздікке мән беретінін, әрі оның бүкіл әлемге бейбітшілік орнатқысы келетінін естімеппін. Мен Ахмадия мұсылман жамағаты имамының сөздерін әртүрлі саяси партиялардың өкілдерінің естігеніне қуаныштымын. Мен ол жерден яһудилік, раввинді және исламның басқа да ағымдарының өкілдерін көрдім деп жазады. Тағы бір қонақ бұлай дейді. Халиф өз сөзінде әрбір адамды өзіне қаратып, оның міндетін, сондай-ақ әлемде қайткен кезде бейбітшілік орнайтыны туралы айтты. Ол барлық адам баласы бейбітшілік пен махаббатта өмір сүру керектігін анық қып түсіндірді. Ол ең басты нәрсе адамның бір-біріне деген сыйластығы деді. Өз сөзінде сондай-ақ ол әлемдегі табиғат ресурстары жеткілікті екенін еске сап, егер оны дұрыс қолдансақ, барлығымызға жететінін айтып өтті. Тағы бір қонақ бұлай деп жазады. Сіз біздің назарымызды көп нәрсеге аударттыңыз. Ең бастысы сіз қазіргі таңда қоғамның дінге еш мән бермейтіні туралы айттыңыз. Мен христиан дінінде болған соң бұл мәселені білемін. Сондай-ақ оның білім алып тәрбиеге мән беру керек деген сөзі ұнады. Бұл жағынан алғанда Ахмадия мұсылман жамағаты көпке үлгі бола білді. Егер адам баласы білімді болып, оның діни кітабы нені үйрететінін білсе, ол өзін көптеген қиындықтардан сақтай алады дейді. Бүгінгі мұсылман Ахмадилердің міндеті қасиетті Құран кәрімді түсініп, оқып, кейін бұл ілімді басқаларға түсіндіру. Адамдар ойланып, бұл даналық ілімін түсіну үшін олар алдымен бұл ілімді қабылдап, соған сай амал жасау керек. Amnesty International'дың өкілі бұлай деп жазады. Бұл сөздерді естігенде менің жүрегім тыныштық тапты. Сіз өз сөзіңізде екінші халифқа сүйеніп, өркениет пен мәдениет және олардың байланысы деген сөзді талдап бердіңіз. Заманауи даналарды бұл нәрсені жоққа шығара алмайды. Сіз кереметтей үлгіде қасиетті Құран кәрімнің аяттарын да түсіндіріп бердіңіз. Десе де бұл аяттарды басқа адамдар мәтіннен жұлып алып көрсетіп жүр. Нахонди есімді келіншек.
Бұл сөздер Европада кең таралып жарияланса, исламға қатысты қорқыныш мүлдем жойылады. Осының арқасында исламға деген бір жақты көзқарас пен жеккөрініш те жоғалады деп жазады. Кейін Мағдиябадта мешіттің ашылу салтанаты болды. Бұл іс-шараға Германия ұлттық парламент мүшелері, әртүрлі аудандардан 5 лорд, мэр, спикер мен парламент спикерінің орынбасары, парламент комитетінің 5 өкілі қатысты. Бұл іс-шараға бас аяғы 170 адам қатысты. Бір әкімнің орынбасары болып келетін келіншек: қайтып келген соң мен халифтің сөзін таратамын. Егер біреу исламға қарсы шығатын болса, мен оларға халифтің ілімін көрсетіп исламның қорғаны боламын. Бүгін сіз қонақтарға ғана емес, сондай-ақ жамағат мүшелеріне де қарата көңіл бөліп отырсыз. Сіз оларға осы мешіт құрылысынан кейін адамзатқа бұрынғыдан да көбірек қызмет ету керектігіне назарын аудаттыңыз деп жазады. Анжелика есімді ханым: бүгін мен халифтің сөздерінен сабақ алдым. Енді бізге күнделікті адамдармен араласқандағы мінезіміз қандай деген оймен жүруіміз қажет. Сондай-ақ досқа да, бөтен адамға да көмек қолын созуымыз керек деп жазады. Тағы бір қонақ: маған осы жерде болғаным қатты ұнады. Менің исламға деген қорқынышымның барлығы жойылды. Бұл жерде айтылған, яғни үйлесім мен татулық барлық дін үшін аса қажет деп жазады. Германия президентінің кеңесшісі қонақ Вульф есімді мырза: бұл айтылған сөздердің ішінде маған ұнағаны, сіз әртүрлі діндердің бірлікте бола алатынын қырын көрсеткеніңіз. Мен сенім бойынша христианмын, бірақ ислам мен менің дінімнің ғибадаттары әртүрлі болса да, халифтің айтқан сөздері мен пікірлерін кез келген адам қабылдайды. Мен барлығымызда бір ғана Құдайдың бар екеніне сенемін, айырмасы тек ғибадатта ғана деп жазады. Аздап болса да, тым болмаса осылар бұл нәрсеге жақындап келе жатыр. Петрик мырза жазады: өз сөзіңізде сіз керемет үлгіде әйелдің дәрежесін айтып бердіңіз. Осыдан кейін исламдағы әйелдің орны және қоғамдағы оған деген құрметтің айқын екенін көруге болады. Аллах тағала олардың шынайы ислам ілімін түсіну үшін жүректерін ашсын. Олар осы исламды қабылдап, таухид ұстанатындардан болсын. Олар да Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам туының астына жиналсын. Оларды құтқаратын тек осы ғана. Олар дүниелік уақытша дамуымыз бізді құтқарады деп ойлайды. Алайда олардың құтқарылуына ешқандай кепіл жоқ. Қазір мен назарларыңызға бұқаралық ақпарат құралдары туралы кейбір мәліметтерді ұсынамын. Бұл іс-шаралар болып жатқан кезде Голландияның 2 телевизиясы РТВ, Нунспит және Евротайм арқылы көрсетілді. Бұл репортажды 75 мыңдай адам көрді. Альмира қаласындағы Байтул Афият мешітінің ашылу репортажын 1,5 миллиондай адам көрді. Мыңдаған адам бұл репортаждарды әлеуметтік желі арқылы тамашалады. Біздің бөлімнің бұқаралық ақпарат құралдары мен баспасөзінің ақпаратына сүйенсек, бұл репортаждарды 1,600,000 адам көрген. Көбінесе іс-шаралар мен мешіттердің ашылуы ұлттық арна арқылы көрсетілді. Францияның News Agency газеті менің ЮНЕСКО-дағы кездесуіме байланысты мақала басып шығарған. Бұл мақаланың аяқ жағында Ахмадия мұсылман жамағатының қудалауда жүргеніне қарамастан, ол бұл тақырыпты мүлдем қозғамады деп жазған екен. DNA Страсбургтегі мешіттің ашылу салтанатына репортаж жасады. Бұл репортаж радио арқылы да таралды. Сауда нүктелері арқылы бұл жаңалық бірнеше миллион адамға жеткен.
Виспаданда, Фульда, Берлинде, Махдиябадта болған іс-шаралар आपके हवाले से есеп бойынша 13 газет, 4 телеарна, 1 радио және 12 электронды басылымдар арқылы таратылып жарыққа шықты. Жамағаттың сыртқы байланыс хатшысының есебі бойынша барлық іс-шара туралы жаңалықтар әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 49 миллион адамға жеткен. आउटलेट्स के जरिए भी Діндерді шолу журналы да осы іс-шараға байланысты жаңалықтарды 1,5 миллион адамға жеткізді. विस्बादन फुल्डा और बर्लिन Лайым солай болып, осы адамдар біздің жолдауымызды түсінсе екен. इनका ख्याल है कि Жұма намазынан кейін мен इजाज़त के मुताबिक бір марқұмға арнап жаназа намазын оқимын. चैनल्स पर एक Бұл Индия, Керала, Паллакадалық миссионер, құрметті Маулви Махмуд Ахмад. Ол 15 қазан 2019 жылы 54 жасында дүниеден өтті. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. इस तरह रिव्यू Оның отбасына Ахмадият әкесі Маулви Мұхаммед Альви арқылы келді. Ол исламның танымал діндары еді. Ахмадиятты қабылдағаннан кейін ол ауыр сынақтарға жолығып, қудалауға түсті. नमाजों के बाद मैं Сол кісі арқылы Кералада жүздеген адам Ахмадиятты қабылдады. वो सिलसिला Марқұм Махмуд Ахмад әкесінің нұсқауымен की उम्र में 15 अक्टूबर को मेरी वफात हुई। колледждегі оқуын тастап, Жами Ахмадияға түсті. इनके खानदान Ол Жамиді 1988 жылы бітірді. मदलवी साहब Ол ғалым әрі тақуа адам еді. बगैर Ол тахаджуд намазын қалдырмай оқып, ораза ұстаумен қатар басқа да ғибадаттарды орындайтын. इनके जरिए सूबह केरला में Ол सैकड़ों रात को कबूल көп құлшылық ететін. Ол пақыр жандарға аяушылық танытатын, сабырлы, игілікті, шынайы адам болатын. अपने वालिद Ол Құран кәрім хадис саласында Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам мен оның халифтарының кітаптарына келген кезде білімі өте терең болатын. Ол араб, урду, малилан және тамил тілдерін білетін. Оның сирек кітаптар кездесетін кітапханасы да болды. हदीस Ол жамағатқа Керала, Тамил, Наду, Лакшадвип штаттарында, сондай-ақ Кувейтте қызмет етті. तामिल जुबानों पर भी काफी Ол өте шешен еді. Хазіреті 4-ші халифтің нұсқауымен 1994 жылы ол Мауляна Дос Мұхаммад Шахид, Хафиз Музафар Ахмадтармен бірігіп, біздің жамағаттың азулы деген қарсыластармен пікір таласты. मुसीराबे रहमुल्लाह ताला के Ол муси болды. में Өзінен кейін 2 жұбайы мен 3 қызы қалды. Оның 2 күйеу баласы Вакфи Зиндаги. मुखालिफ मौलवी के साथ Оның бір күйеу баласы Жами Ахмадияның соңғы жылында әкесінің нұсқауымен ол үйіне келмеді. हमाद अल्लाह ताला के फजल से Осы кезде ол 2 ай бойы Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам кітаптарын оқыды. छुट्टियों में Бұл Жамида оқитындарға үлгі боларлық іс. बल्कि Керала штатында Ахмади емес мұсылмандар Анжуман Ишати Ислам деген атпен комитет құрып, Ахмадиятты жоймақшы болады. ये बड़ा सब Олар барлық жерлерде Ахмадиятқа қарсы жиналыстар өткізе бастады. सहमति को मिटाने के लिए Ол жиналыста олар Хазіреті уәделенген Масих пен алейхиссалам оның іліміне қарсылық танытты. एक अंजुमन बनाई Бұған жауап ретінде біздің де жамағат жиналыстар ұйымдастырды. एक तंजीम थी Ал марқұм әрқашанда осыны басқарып жүреді. अल्लाह के दूर अर्ज में जमात 1985 және 2015 жылдары राज करते हुए Анжуман Ишати Исламмен тарихи пікірталас өтті. Бұл пікірталаста ол кісі жамағаттың атынан шықты. 1998 में Сондай-ақ ол кісі Ахли Құран және Ахли хадис өкілдерімен де пікірталасқа түскен. Мен жоғарыда айтып өткендей, ол кісі намазды өз уақытында, ал тахаджудты бала кезінен оқитын. अहले हदीस के साथ भी महज अल्लाह ताला के फजल से आपने काम Оның күйеу балаларының бірі оның бала кезіндегі оқиғасын айтып жатыр. बंद थे Бірде ол тахаджуд намазын оқымай қалады. Әкесі оған: "Балам, сен Махмудтың дәрежесіне жетуді қалайсың ба?" деді. Осы күннен бастап ол өзіне осы сөздерді насихат қылып алып, кейін өмірінің соңына дейін осыған амал етті. मुकाम महमूद मिले Тіпті кейін ауырып әлсіреп тұрса да, ол тахаджуд намазын тастаған жоқ. दरामद किया
ол шынайы түрде халифат институтын жақсы көрді. Ол халифат институтымен шынайы әрі тығыз байланыста болды. Оның тәрбие, үйрету, уағыздау сабақтарының көп бөлігі осы халифат тақырыбында арналатын. Осы тақырыптарды түсіндіре отырып ол сезімге жиі берілетін. 2015 жылы бір келіншек өз балалары мен Ахмадиятты қабылдады. Оның күйеуі бұл кезде шетелде болатын. Ал ол қайтып келген кезде марқұм оған уағыз насихат жүргізді. Ол марқұмға қарап, халифатты қабылдауға қандай қажеттілік бар деп сұрақ қойды. Оған марқұм сезімге беріліп, халифаттың дәрежесі, маңыздылығын, берекесі туралы айтып берді. Сонымен қатар оның көздерінен жас ағып тұрды. Бұл әлгі адамға қатты әсер етіп, септігін тигізді және ол кейін баят берді. Шын мәнінде ол адам халифаттың табысты көмекшілерінен болды. Аллах тағала оны кешіріп мархамет етсін. Аллах тағала оның жәннаттағы дәрежесін көтерсін. Аллах тағала оның балаларына оның берекелі істерін жалғастыруды нәсіп етсін. Әмин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.